Сәлеметсіздер ме 10-шы сынып оқушылары? Біз бүгін 10-шы сыныптың 1-ші тоқсанға арналған номер 2-ші БЖБ тапсырмаларын орындаймыз. Өлең сөзінің патшасы бөлімі бойынша жиынтық бағалау тапсырмалары. 2-ші нұсқаны 1-ші нұсқаны талдаймыз. Нұсқаны талдамас бұрын ең бірінші біздің арнаға жазылып, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бұл біз үшін өте маңызды. Оқу мақсаты: шығармадағы авторлық идеяның өмір шындығымен байланысын айқындау, шығармадағы көркемдегіш құралдар мен айшықтау амалдарының қызметін талдау, ойлау дағдыларының деңгейі қолдану. Орындау уақыты 20-25 минут. Бізге 2 тапсырма беріледі. Бірінші тапсырма: сегізаяқ өлеңіндегі автор идеясын өмір шындығымен байланыстырыңыз. Мәселеге қатысты өз ойыңызды білдіріңіз. Біз кесте құрамыз. Сол кесте бойынша, яғни автор идеясы, өмір шындығы және пікіріңіз. Осы бойынша өз ойымызды білдіреміз. Автор идеясы 1889 жылы жарық етіп, қазақ поэзиясының жарық жұлдызы «Сегізаяқ» атты жыр туды. Абайдың оның мазмұны мен мақсатына ерекше зер салғаны мінсіз мүсінделген. Қиын-қиысынан да әдейі арғынап ән шығаруынан да айқын еді. Мұнан бөлек тағы бір белгі бар. Ол ақынның атақты өлеңнің басын, арнау сөзін қайта түзеп жазғандығы. Төмендегі мақсат осы арнаудың көпшілікке беймәлім нұсқасын сараптап, тексеруге саяды. Өмір шындығы: сегізаяқ өлеңінде надандық жайы қоғам дерті сөз болған. Мысалы, басында ми жоқ, өзінде ой жоқ. Күлкішілердегі наданның көп айтса көнді, жұрт айтса болды. Әдеті надан адамның. Пікіріңіз: Абай өзінің бүкіл еткен еңбек кешкен ғұмырын өмір заяға балап, келер күннен жақсы үміт күтпегендей, қоғам тіршілігіндегі жаманшылықты ақылмен, үлгі тәрбиеге шақырған үгіт насихатпен түзуге болады деп тартысқа кірісетін. Кейін ол ойлары мен арманды мақсаттарына қанша еңбек етсе де жетпейтініне көз жеткен соң түңілу аралас уайым. Үмітсіздікке бір Абай емес, Абайға ұқсаған адамзат тарихындағы данышпан ой алыптарының бәрі дерлік барған. Бірінші тапсырма аяқталды. Екінші тапсырма: қалың елім, қазағым, қайран жұртым, құралдағыш, көркемдегіш құралдардың қызметін ажыратыңыз дейді. Көркемдегіш құралдар: қайран, қыртың, жыртың, қыртың, пыш-пыш. Метафора: бұл жерде қалың елім аузымен орақ орған. Мысал бойынша: қалың елім, қазағым, қайран жұртым деген жолдағы қайран одағайының ақынның ішкі ойын беруде мәні зор. Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігінде бұл одағайдың дариға сөздің мағынасына жақындығы көрсетіледі. Және де қайран одағайы ардақты, сүйкімді, қымбатты мағынасында қынжылу, назалану түрінде келіп, өткенге аяныш, өкініш туралы айтылады делінген. Осы сөздікте қайран одағайының мағынасын тереңірек түсіндіру үшін сөздік құрастырушылары қырғыз тіліндегі жаманға айтқан сөздің қайран, қазақтың жаманға айтқанын тамға сөйлегенмен бірдей деген мақалдарын мысал қылып келтіреді. Сонымен бірге, қазақ тілімізде қайран одағайына мағыналас әттең, есіл, шіргін секілді синоним одағайлар да кездеседі. Қолданысы: Абайдың тілі қазақ тілінің бүкіл байлығының, ал өлеңдері бүтін тыныс тіршілігінің көрсеткіші екендігін айтып отырудың өзі артық. Біздің мақаламыздың талдау нысаны болып отырған қалың елім, қазағым, қайран жұртым осы ойымыздың анық дәлелі. Ақын өлеңде аузбен орақ ору, бас-басына би бол, байлауы жоқ, күш жинасқан күндестік, қырқын мінсе қыр артылмас секілді тұрақты тіркестерді қолдана отырып, ана тіліміздің байлығын көрсетіп қана қоймай, сол тілді қолдана бөлудегі шеберлігін, ақындық қуатын жеткізеді. Ол тұрақты тіркестермен қоса қыртың ету, бұртың ету, жыртың ету, пыш-пыш деп сияқты бейнелеуіш сөздермен
адамның сыртқы көрінісін ғана емес, мінез-құлқын, ішкі көңіл-күйін шебер сипаттайды. Ақынның сөзі өз сөзімен айтсақ, әр сөзінің іші алтын, сырты күміс. Осымен достар, біздің 10 сыныпқа арналған 1-тоқсандағы номер 2 БЖБ талдауымыз аяқталды. Біздің арнаны қолдау мақсатында лайк басып, арнаға жазылып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Біз үшін бұл өте маңызды. Және де алдағы уақыттарда біздің арнадан көптеген БЖБ, алда келе жатқан ТЖБ тапсырмаларында көре аласыздар. Осымен видеомыз аяқталды. Сабақтарыңызға сәттілік, сау болыңыздар.